Болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында елбасы Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары жобасын ұсынды. Онда қамтылу керек негізгі міндеттер ұлттық дәстүр мен мәдениет, тарлан тарих пен сана сезім. Осы жоспарды орындау мақсатында облыстық ішкі істер департаменті қайырымдылық айы акциясын қолға алды. Надежда Крупская атындағы мектеп-интернатта 225 аз қамтылған немесе көп балалы отбасыдан шыққан. Сонымен қатар жақындарының қамқорлығындағы жетім балалар оқиды. Мұндағы талай баланың арманы спорт шыңын бағындыру. Ал бұл мақсат орындалу үшін жаттығу жасайтын залда спорттық жабдықтар бүтін әрі толық болу керек. Облыстық ішкі істер департаменті қызметкерлері оқушыларға сол мүмкіндікті сыйлады. Жедел қимылдау отрядының жауынгерлері болса, қоян-қолтық күрестің әдіс тәсілдерінен жаттығу сабақтарын көрсетті. Подарили нам борцовский ковер. Спорттық төсеніш сыйлады. Бұл жабдықты мектебіміз ондаған жыл күтті. Балалар да қуанып қалды, қажетті сатып алу. Жаңа спорттық төсеніш ел намысын қорғайтын біршама спортшыны дайындауға септігін тигізеді. Айталық, бұл тарту тәртіп сақшылары тарапынан мектеп-интернатқа жасалған алғашқысы емес. Өткен айда оқушыларға жылы киімдер сыйлап, қыстың алдағы суығына дайындықты бастап та берген. Бұл күнгі шеберлік сыныбына қатысып, айтарлықтай әсер алған оқушылардың бірі Никита Панков болашақта күрес түрлерімен шұғылданбақ ниетте. Хочу заняться этим видом спорта. Бүгінгі көрсетілімнен кейін спорттың осы түрімен айналысқым келіп кетті. Мұғалімдердің айтуынша апта соңына дейін оқушылардан бірнеше топ құрылады. Олар әскери жаттығу ойындары мен күрес сияқты спорт түрлерімен шұғылданатын болады. Қырлай Слембекова, Ирина Санникова, Евгений Щетников. Алтай ақпарат.